Неге аш қарынға жылы су ішу керек? Адам ағзасының ішкі температурасы 38 градусты құрайды. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сол себепті де салқын немесе бөлме температурасындағы суды ішкенде ас қорыту жүйесіне ауырлық түседі. Себебі ағза суды 38 градусқа дейін жылыту керек. Бір сөзбен айтқанда, жылы су ағзаға өте пайдалы су саналады. Адам ұйықтап жатқанда ағза барынша жұмыс істейді. Күнімен жиналған зиянды токсиндер мен шылақтар ыдырай бастайды. Осылардың бәрін таңертең жылы сумен айдап шығу керек болады. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су ішек қарын аймағына жиналған шырышты жуады, ішектің қабырғаларын тазалап, ондағы токсиндерді айдайды. Сосын ішек қарын жүйесі іске қосылып, ары қарай жүре бастайды. Иммундық жүйені нығайтады. Ішек адам ағзасындағы иммунды мүшелердің бірі. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар, жылы су ағзаға қажетті нәрлі заттарды тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын жылдамдатады. Мұның иммундық жүйесі үшін пайдасы өте зор. Көңіл күйді көтереді. Расында да жылы су көңіл күйді көтереді. Жылы су ағзадағы кейбір гормондардың түзілуіне септігін тигізеді екен. Әсіресе қуаныш гормоны саналатын эндорфин гормонын түзеді. Бас ауырып тұрғанда жылы су ішетін болсаңыз, ауырғаны басылып, көңіл күйіңіз көтеріліп шыға келеді. Зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі. Диетологтар бұл болжамды растап отыр. Жылы су ішу аш қарын арқылы өтіп, зат алмасу жүйесін 3 есеге арттырады екен. Осындай жылдамдықтың арқасында ағзадағы тіндер кислородпен қанығып, көбірек калория жоғалтатын болады. Сөйтіп сізде арықтай бастайсыз. Тіпті мұндайда ең проблемалы аумақтар бел, бөксе, сандағы майларда жиырылады, ісінуді басады. Жылы су ешбір қоспасыз-ақ несеп айдайтын қасиетке ие. Егер сіз күн сайын таңертең аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күнде-ақ ісіктің басылғанын байқайтын боласыз. Оның үстіне жылы су бүйрекке тас жиналудың алдын алады, жасартады, терінің құрғауы, оның қалпына келуге де әсерін тигізеді. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Сол себепті де суды 40 градусқа дейін қыздыруды әдетке айналдырыңыз. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанда ойық жарасы барларға, гастритпен ауыратындарға мұндай суды ішпеген дұрыс. Оның орнына қайнаған бөлме температурасындағы суды ішкен абзал. Аш қарынға су ішудің 7 пайдасы. Таңертең тамақтан бұрын аш қарынға жылы су ішкен дұрыс дейді мамандар. Ұйқыда жатқан ағзаны оятып, асқазан жұмысын тамақ қорытуға дайындауға жақсы әсер етеді деседі. Аш қарынға су ішудің бұдан басқа қандай пайдалары бар, соны қарастырып көрейік. Ағзаны тазалайды. Адам ағзасы түнде өзін-өзі қалпына келтіріп, токсиндерді сыртқа шығарады. Ал таңертең аш қарынға су ішкен кезде ағзаның өзін-өзі тазалау процесін белсенді жүргізуге көмегі тиіп, зиянды қалдықтар дәретпен, термен бірге сыртқа шығады. Одан бөлек су бұлшықет пен қан жасушаларының өндірілуіне көмектеседі. Зат алмасуды жақсартады. Су адам ағзасында зат алмасудың тез жүруіне әсер етеді. Неміс ғалымдарының айтуынша, аш қарынға су зат алмасуының 24%-ға дейін жылдамдатады екен. Ал зат алмасу кезінде ас қорыту жүйесін жақсартып, арықтауға көмектеседі. Бір айта кетерлігі, суды жылыда ішкен жөн. Асқазандағы қыжылды басады. Асқазанда қышқыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Аш қарынға жылы су іше отырып, асқазан қышқылын реттеп, қыжылды басуға болады. Беттің терісін жақсартады. Ағзада су жетіспесе, бетте әжім, денеде тартық көбеюі мүмкін. Таңертең аш қарынға ішілген 2 стақан су терінің жұмсаруына әсер етеді. Шаш өсіреді. Шаштың 4-тен 1 бөлігі судан тұрады. Егер ағзада сұйықтық жетіспесе, шашыңыз жұқарып, соны түсуге әкелуі мүмкін. Неміс дәрігерлерінің айтуынша, аш қарынға ішкен судың пайдасы күндізгі ішкен судан әлде қайда пайдалы, әсіресе шаштың өсуіне жағымды әсер етпек. Бүйректегі тасты шаяды.
Су асқазан қышқылын сұйылтып, ағзадан токсиндерді шайып шығады. Содан бүйректе тас пайда болуы, қуыққа инфекция жиналудың алдын алады. Иммундық жүйеңізді күшейтеді. Ашқарынға ішілген су ағзаның лимфатикалық жүйесін қалыпқа келтіріп, вирус пен бактерия сынды ауру туғызушы патогендерді қарсы иммунды жүйенің күшеюін қамтамасыз етеді. Су адам ағзасы үшін пайдалы болғандықтан, суды күніне 6 стаканнан 8 стаканға дейін ішу керек. Алайда құбырдан ағатын суды қайнатып барып ішу керек. Өйткені су қайнағанда құрамындағы металдар мен зиянды заттар жойылады. Олар зерттеу нәтижесінде жылы су ішудің мынадай пайдалы жақтарын тізіп берді. Жылы су теріні тазалайды. Әсіресе аязды күндерде терісі құрғақ адамдар ішкені жақсы. Бұлшық еттеріңіз босаңсиды. Әсіресе қыздардың етек кірі келгенде мұның пайдасы өте зор. Таңғы асқа жарты сағат уақыт қалғанда және тамақтан соң 1 стақан жылы су ішсеңіз, асқазаныңыздың жұмысы жақсарып, ауруларға жол бермейді. Аш кезіңізде ыстық су ішсеңіз, қуық жолдарындағы барлық микробтарды өлтіреді. Сіздің таңыңыз қалай басталады? Бір шыны кофе ішесіз бе, әлде бір шыны шай ма? Бәлкім 1 стақан жылы су ішетін шығарсыз. Ашқарынға су ішу қытайлардың дәстүрлі іс-шарасы саналады екен. Қытайда ашқарынға ең алдымен ыстық су ішу міндетті. Тіпті олар шайды жүрген жерлерінде термосқа құйып алып жүретін көрінеді. Сонымен қатар кез келген мейрамханасынан қайнаған су сұрап ішуге болады екен. Бұл олар үшін үйреншікті жағдай болып қалыптасқан. Қытайлардың түсінігінше 1 стақан жылы су ағзадағы зиянды шылақтар мен токсиндерді шығарып, иммундық жүйені нығайтады, көңіл күйді көтеріп, зат алмасуды жақсартады, арықтауға көмектесіп, ісікті кетіреді. Бұдан бөлек жасаруға да септігін тигізіп, ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Сол себепті де 40 градусқа дейін қыздыруды әдетке айналдырыңыз. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанда ойық жарасы барларға, гастритпен ауыратындарға мұндай суды ішпеген дұрыс. Оның орнына қайнаған бөлме температурасындағы суды ішкен абзал. Олай болса, күнделікті таңертең аш қарынға жылы су ішуді әдетке айналдырыңыз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны жақындарыңызға және достарыңызға жіберіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.